Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге сывороткадан нан жасап көрсетемін. Егер де менің каналымды мұқият қарап жүрсеңіздер, мен кефирдан творог жасадым. Сол кезде сыворотка қалады. Сол сывороткадан әртүрлі выпечкалар пісіремін. Соның бірі нан. Соны көрсетейін дедім. Оған бізге керегі ұн. Ұнның үстіне ұнды бірінші електен өткіземіз, міндетті түрде. Одан кейін оның үстіне қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап бәрін араластырғаннан кейін үстіне жылы сывороткамызды құямыз. Сывороткамыз жылы болу керек. Қамырды жұмсақ қылып илейміз. Оны аз деп тағы да ұн салып жүрмеңіздер. Қанша керегін описанияда бәрін жазып қоям астында. Бірінші осындай венчикпен илеп аламыз. Венчиктің әлі келмеген кезде қолмен илейміз. Одан кейін үстіне бір ас қасық сұйық маймен, бір ас қасықтай осындай сары майды қосып жақсылап илеп аламыз. Формамызды дайындаймыз. Формамыздың үстіне сары май жағамыз. Май жағамызда, одан кейін оның үстінен ұн сепсек, нанымыз жабыспай жақсы шығады. Қазір видеода көретініңіздей. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видеоны ақырына шейін қараңыздар. Міне осындай етіп қамырды илегеннен кейін қоймаймыз. Бірден ыдысымызға саламыз. Бұны бір ыдысқа салып пісіруге де болады. Мен ауыр болатындықтан екі ыдысқа пісіремін. Солай маған ұнайды. 180 градусқа 30-35 минут әркімнің духовкасы біледі. Көріп тұрғандарыңыздар, әдемі нанымыз дайын. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.